Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай керемет менімен бірге макарон дайындап көріңіздер. Осындай майды вермишельден дайындаймыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Ең алдымен қазанымызды қыздырамыз. Кішкене майымызды құйып, осындай вермишелімізді салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Вермишеліміз дайын, енді осыны бөлек ыдысқа салып аламыз. Осылай қып-қызыл етіп, біркелкі етіп қуырып алатын боласыздар. Мінекей біздің макарондарымыз дайын. Енді етімізді, картоп, помидор және де пиязымызды осылай турап дайындап аламыз. Барлығын осындай төрт бұрышты етіп турап шықтым. Ірілеу болған жақсы, қатты майда емес, қатты ірі емес. Келесі кезекте осыларды қуырып пісіріп аламыз. Алдымен қазанымызды қыздырып, май құямыз. Соң етімізді саламыз. Етімізді жақсылап, су көбігі кеткенше қуырып аламыз. Етіміздің осылай суы тартылып бастаған кезде пиязымызды саламыз. Тағы да бір 3-5 минуттай қуырамыз. Кішкене қуырылып болғаннан кейін помидорымызды салып қуырамыз. Тамаққа кез келген етті қоса берсеңіздер болады. Менде қой еті, сиыр еті, тауық еті барлығы да жақсы шығады. 5-10 минуттай қуырылып болды. Енді біз осыған суымызды құямыз. Бетімен бірдей етіп құямыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Араластырып 15-20 минут қайнатамыз. Қазанымыздың бетін жауып қоямыз. Біздің суымыз қайнап жатыр. Жай осылай 15-20 минут қайнату керек. Жиырма 25 минут қайнаған соң картопымызды саламыз. Яғни етіміз жартылай пісті. Бір араластырып, тағы да ет пен картопымыз піскенше қайнатып аламыз. Біздің тамағымыз пісіп қалды. Енді осыған жаңағы қуырып дайындап алған макаронымызды саламыз. Салып 5-6 минут қайнатып пісіреміз. Біздің макаронымыз пісіп дайын болды. 5 минут болды қайнағанына. Иісі өте керемет болып шығып жатыр. Осылай араластырып жібереміз. Біздің тамағымыз ұсынуға дайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өте керемет дәмді болып шықты. Осылай бетіне помидор, пияз қойып жіберемін. Ал ендеше баршаңызға ас болсын, дәл осылай дайындап көріңіздер. Өте керемет шығады. Сау болыңыздар.